екі елдің арасындағы туысқандық, бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз. Ол екі халықтың мүддесі. Шекарадағы болған жағдайдың не үшін болғанын бәріміз білеміз. Сондықтан біз бұлай деп келістік. Жаңағы жол картасы бар. Екі мемлекет, екі өкімет келіскен. Сол жол картасын қарау үшін ертең бүрсігіні бір топ өкіметтен Қазақстанға келеді. Біздің топпен екеу отырады, соған қол қояды. Содан кейін Сооронбай Шариповичтің сұрауы бойынша біз уақытша Қордайның шекарасын ашамыз да, бірақ та екі жақтан контроль қоямыз. Қырғызстанның президентін Сооронбай Шариповичті мен Қазақстанға ресми сапармен шақырып отырмын. Сол келгенде барлық шаруаны артта тастап, қазақ пен қырғыздың арасындағы жағдайды түзететін боламыз деп келістік. Біз урматтуу Нурсултан Абишевич менен сүйлөштүк. Мен рахмат айттым. Мага жөнөткөн куттоосу боюнча абдан жакшы тилектер жөнөттү Нурсултан Абишевич. Мен Нурсултан Абишевичке дагы чынден соолук, ишин ийгилик каалайм. Биздин казак боордош элибизге жакшылыктарды каалайм. Анан биз болгон проблемалар боюнча көп нерсени сүйлөштүк. Анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Анан ошол чек-арага Евразес, Казак, Кыргыз үч тараптан ошол коймой болду, көзөмөлдү. Ошону чечтик. Анан мен сурандым, ал проблемалардын баардыгы буюрса келе чечиле турган проблемалар. Чек-араны ачып берип турсаң, убактылуу ачып берип турам деди. Анан мен алып атам жоопкерчилик. Ошол маселелер биз тараптан көп маселелер бар. Эки тараптан тең муну баарын чечебиз. Сизге рахмат, Нурсултан Абишевич.